Ақша, адреналин және мінсіз жоспар. Егер саған тонау мен алаяқтық туралы фильмдер ұнайтын болса, мына 5 фильмді міндетті түрде көруің керек. Соңғы фильмнің финалы сені есеңгіретіп тастайтынына уәде берем. 5-ші орында «Мальчики-налетчики» фильмі. Нағыз экшн іздегендерге арналған. Бір топ кәсіби ұрылар соңғы үлкен тонауды жоспарлайды. Бірақ олардың ізіне қайсар детектив түседі. Өте динамикалық әрі стильді кино. 4-ші орында «Охота на воров» фильмі. Бұл фильм жай ғана ұрылар туралы емес. Бұл жерде екі қуатты күштің, ашырек қылмыскерлер мен ережеге бағынбайтын полицейскилердің текетіресі. Джерард Батлердің ойыны мен атыс сценалары жоғары деңгейде. 3-ші орында «Иллюзия обмана» фильмі. Тонау өнерін сиқырмен ұштастырған фильм. 4 иллюзионист бүкіл әлемнің көзінше банкты тонап, ақшасын халыққа таратады. Көз байлайтын трюктар мен жұмбақтарға толы фильм. 2-ші орында «Не пойман, не вор» фильмі. Ең ақылды тонау оқиғаларының бірі. Банк ішіндегі қылмыскерлер мен сырттағы келіссөз жүргізушілер арасындағы интеллектуалды ойын. Мұнда бәрі сен ойлағаннан әлде қайда күрделі. Осы және басқа да фильмдерді қазақ тілінде көргің келсе, менің телеграм каналыма өтсең болады. Сілтеме менің профилімде тұр. Ал 1-ші орында ограбление жанрының нағыз шедеврі. 5 қылмыскер кездейсоқ полиция бөлімшесінде кездесіп, бірге іс бастайды. Бірақ бүкіл оқиғаның артында кім тұрғанын сен тек соңғы 1 минутта ғана білесің. Бұл финал кино тарихындағы ең күтпеген поворот болып саналады. Және бұл фильм «Подозрительные лица». Кайзер Созе дегеннің кім екенін білгің келсе, бүгін осы фильмді қос. Ал сенің тізіміңде қандай фильм 1-ші орында тұр? Комментке жаза кет, талқылайық.